Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бүгін біз үйде бар нәрселермен жеңіл әрі дәмді дайындалатын ерекше тағам жасайтын боламыз. Бізге бар жоғы ірімшік, су, жұмыртқа, тұз, картоп, жуа, ұн керек болады. Мен 1-2 кесе ұннан жасайтын боламын. Көбірек істеймін десеңіздер, ұнды көбірек саласыздар. Бір жұмыртқамызды саламыз, және де 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Осылай ұнымызды араластырып аламыз. Одан кейін 1 кесе жылы суымызды құйып аламыз. Осылай ұнымызды қолымызбен жұмсартып аламыз. Менің ұным жабысқақ болғасын, үстіне ұн сеуіп жібердім. Және қамырымызды ішіне салатын заттарымыз дайын болады дегенше 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Салафанға салып, жауып қоямыз. Енді жуамызды турап аламыз. Енді картопымызды тураймыз. Осылай турап алғаннан кейін 1-2 қасық сұйық майымыздан құйып аламыз. Одан кейін жуамызбен картопымызды араластырып қуырып аламыз. Және 1 қасық тұзымызды саламыз. Картопымыз дайын болады дегенше жұмыртқамызды қуырып аламыз. Жұмыртқамыз дайын, енді салқындағанша ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Мен сіздерге 3 түрлі зат салып көрсетемін, соның бірі ірімшік болады. Егер үйлеріңізде көк шөп болса, оны да картопымызға турап салып жіберуімізге болады. Көк шөптен басқа укроп, петрушкаларымыз болса да турай беруімізге болады. Картопымыз дайын болып қалды, үстіне көк шөбімізді салып, қуырып аламыз. Біздің картопымыз дайын болады дегенше, ұнымыз да дайын болып қалды. Осылай қамырымызды кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Және осылай бөлген бөлшектерімізді илеп, жұқалатып илеп аламыз. Ішіне салған заттарымыз дайын болғандықтан, сырты тез пісу үшін. Және қуырып алған картопымызбен жуамызды саламыз.
Осылай қамырымызды қолмен басып немесе вилканың ұшымен басып шығуымызға болады. Мен өзім осылай вилкамен басатын боламын. Мінекей осындай керемет болып шықты. Ұнымызды осылай жұқалатып илейміз. Келесі кезекте жұмыртқамызды салатын боламыз. Сіздерге вилка болмаса, осылай тарелкамызды қойып, үстінен пышақпен өткізіп шығуымызға да болады. Неге осындай керемет болып шығады. Енді үшінші затымыз, илеп жатқан қамырымызға ірімшігімізді саламыз. Одан кейін осылай табағымызға май құймай, астын күйдіріп ысытып аламыз. Мінекей біздің жасаған тамағымыз осындай керемет болып шықты. Енді інімізге беретін боламыз. Құрметті достар, бүгін менің ағам чебуреки пісірді. Ал жеп көрейік дәмін. Ішім мынандай. Дәмі өте күшті.